Жапон көшелерінде әлемдік брендтегі сөмкелерді, киімдерді, тағы басқа дүниелерді киіп жүрген жапон халықтарын көретін болсаңыз, оларды бай деп ойлауға асықпаңыз. Біз ауданымыздағы ең үлкен екі қолдық, яғни секонд-ханд дүкеніне келген болатынбыз. Бұл дүкеннен ыдыс-аяқ, әлемдік брендтегі сөмкелер, қобдишалардан бастап, ыдыс-аяқтар, әртүрлі дүниелер, үй жабдықтан мүліктеріне дейін бәрінде алса болады. Мысалы, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай Луи Виттон брендіндегі сөмкелердің барлық түрлері көрініп тұр. Сонымен қатар Coach, Michael Kors, Furla, тағы да басқа Marc Jacobs деген сияқты басқа да әлемдік брендтегі дүниелерді өте қолжетімді бағада және де заттың сапасына сәйкес алсаңыз болады. Сонымен қатар балалардың ойыншықтарын да кездестірсе болады. Ойыншықтар өте сапалы, жақсы түрде сақталған. Сонымен қатар музыкалық аспаптарды, телефондарды, телевизорды, үйге қажетті мүліктерді бәрін кездестірсе болады. Сонымен қатар тоңазытқыштар, гитаралар, ошақтар, желдеткіштер, ауа тазартқыштар, яғни үйге қажетті барлық дүниелерді осы жерден кездестірсе болады. Жапондықтардың өздері де осыны дүкенге келіп зат алуға еш қысылмайды. Себебі олар өздерінің заттарына өте ұқыпты, тиянақты тілбен қарағандықтан басқалар да сөйтіп қарайды деп осылай заттарды алуға болады екен. Сонымен біз екінші қабатқа көтерілген кезде бұл жерде жалпы киімдер, гольфқа арналған әртүрлі гольфтың жабдықтары, аяқ киімдер бәрін кездестірсе болады. Және көріп тұрғандарыңыздай, адамдар да еш қысылмай бәрін киіп көріп дүниелерін алып ала береді.